Бүгін сіздермен бірге той жиындарға, мерекелік дастарханға немесе тапсырысқа қабылдауға болатын муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт бойынша өте оңай жасалады әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде жаңа шыққан рецептті алғаш болып көретін боласыздар. Ең әуелі ыдысымызға ерітіліп алған сары майымызды құямыз, үстіне тұз, қант және де сүтімізді қосамыз. Одан кейін үстіне қопсытқышымызды саламыз. Енді осы барлық қоспамызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қасықпен немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Келесі кезекте алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз мөлшерден сала отыра осылайынан қасығымызбен немесе шанышқымызбен араластырамыз. Бізде қамырымыз қоюланғанға дейін осылайынан қасықпен араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырдың құрамында сары май болғандықтан қамырымыз жұмсақ әрі нәзік болып шығуы керек. Міне мен қамырымды толықтай илеп алдым. Осындай міне қамыр шығуы керек. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Барлығының біркелкі болуы міндетті емес. 3 бөлікке бөлсеңіздер болды. Бөліп осындай міне жұқаша қылып форма жасап аламыз. Сол кезде бізде қамырымызды қатырған кезде тез қататын болады. Дөңгелек қылып үстінен басып жұқартып аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын болды. Бетін жауып мұздатқышқа кем дегенде 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат уақытымыз өтті. Енді үккішіміздің көмегімен осы қатып тұрған ұнымызды өткізіп аламыз. Міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеп, осылайынан міне жұқа қылдырып үккіштен өткізіп аламыз. Біздің қамырымыздың барлығы дайын болды. Мен үккіштің ең үлкен насадкасын қолдандым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін сәл салқындатып аламыз. Одан кейін осылайынан қамырымызды қолмен ұнтақтап шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан қолмен өте оңай ұнтақталады. Міне біздің ұнтақтарымыз дайын. Енді біз үстіне ерітілген сары майымызды құямыз және де сгущенка құятын боламыз. Сгущенкамызды жақсылап тұрып құйып аламыз. Енді таяқшаның көмегімізбен немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толықтай жақсылап араластырасыздар. Толықтай міне араластырып алдым. Енді қазір формаға орналастыратын боламыз. Кез келген форма жасасаңыздар болады. Торт формасын жасауға да болады. Немесе қолдың көмегімен дөңгелек шар тәріздес форма жасауға болады. Мен осындай кондитерлік дүкеннен алған формаларға орналастырып салып шықтым. Сол кезде дастарханда әдемі болып көрініп тұрады. Барлығын осылайынан орналастырып шығамыз. Қараңыздар, бізде өте әдемі муравейник дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай видеода өте оңай жасалады және де дастарханда әдемі көрінеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.